армияға қатты барғысы келмейді екен да. Сөйтіп военкоматқа барып, көзден ба бірдеңеден ұсталып қалармын қазір деп. Сөйтіп глазнойға кірсе, әріптерді көрсетеді ғой енді. Мынау қандай әріп десе, қандай әріп деп өзі басқа жаққа қарап, соқыр адам сияқты. Военкоматтағы жаңағы врач негоден деп жазып береді. Сөйтіп та жігіт мәз кетеді, кешке жаңағы қызымен киноға барып отырып, кино көреді. Сөйтіп кинотеатр біткен кезде ана светтер жанады ғой. Сол бәрі шапалақ ұрып, тұрып атқан кезде бағанағы врач дәл қасында отыр екен да. Ей, сен не жүрсің десе, бағанағы жігіт бірдеңе деген, сол әзілдің соңы. Әпше, мен кино көре берем, мен тек әріп көрмеймін. Әріптерін бит шыбырлап жүрсе болады. Мен ана субтитрін вообще оқып отқан жоқпын десе. Ей, сен көзің көрмейді, неғып отырсың кинотеатрда? Десе, врач. Сөйтіп, деп шығып кетсе ше. деп. Ей, ана ұялып қалады ғой енді. Иә. Ағам негізі көрем мен. Әріп бәрін көрем. Бірақ бәрін ұстап қалады мен геморройым десе. Қанеге онда айтып отыр. Сен қалай отырсың сен? Деп ше. Нанбасаң қара десе. Ладно. Мен бағана бүйтіп отырмын ғой, байқадыңыздар.